Алтай бетінің адамдары айтарлықтай діндар емес еді, дінсіз де емес еді. Ең қызығы мұндағы адамдардың санасында діннен бөлек салт негізінде қалыптасқан қатаң жоралғылары болады. Айталық, сайғақ жортқан сайын даланың төсінде зырлап келе жатсаңыз, үш шоғыр өлілер мекені ұшырасады. Бірі осындағы кіндік кесті қазақ жұртының, екіншісі мұнда алыс қиырдан жер ауып келген қытайлардың қорымын. Егер көз тоқтатып қарасаңыз, бейіттердің бел ортасында екеуіне де қосылмай құлазып тұратын жетім қабірлерді көресіз. Бұл Қытайға тұрмысқа шыққан қазақ қыздарының зираты. Осы бір жел тоздырған балшық молалар жанынан өткен. Әрбір жолаушының жүрегін сазытып, жүзіне уайым ұялатар еді. Әр қазақ жанындағы тұлымы желбіреген қызын бауырына тарта түсіп, жаратқан бет аулақ деп күбірлер еді. Сүп-сүп айтып, су қанын үйіреді. Сол молалар бертінге дейін таудан құлаған тасқындай кірмелермен жергілікті қорғансыз ұлыстың арасын сиқырлы пердедей бөліп тұрды. Мұның байыбына кеш барған кемеңгер билеушілер өлілер молыққан сайын сыртқы шеңберді шектеген. Біртіндеп әлгі молалар Кәуір мен қазақтың ортасындағы алтын көпірге айналып шыға келді. Иә, бұл өлім сабақтары еді. Ал ең соңғы мола аңызы жатырын жат нәсілге сыйлаған жетім моламен баба қорымдардың арасы түйісерге 5 қадам қалғанда туындады. 5 қадам дегеніңіз екі аралықты тоғыстырар жалғыз төмпешік еді. Бұл осы қорымды тоғыстырған тұтас екі қауымның аруағын бірлікке келтірген қазақ әйелінің бейіті еді. Әдеттегідей және ең соңғы рет Алтай тұрғындары өз қызына жаназа шығармады, аза тұтылады. Тек қайын жұрт Қытай жоралғысын жасаған. Сызы кеппеген топыраққа гүл дестелері, тағам, шарап қойылды. Жат жұрттық жолдасы бір стақан арағын өзі ішіп, бір стақан көр топырағына шашып, кеудесін тырнап өксіді. Иә, Алтай бетін түрліктірген сұмдық келесі күні болады. Бұл көрген көзге рас, естіген құлаққа өтірік жағдаят еді. Қытайы келін ертесі көр топырағын сусытып, табытымен жер бетіне қалқып шыққан. Өліден өлердей қорқатын, оның үстіне өз қан емес, жұбайының бұл сұмдығынан үрейленген күйі ертесі адам жалдап, табытсыз қайта көмдірген. Тағы да сол жағдай болады. Үшінші мәрте жағалап отырып, бір кездері қызы босағадан аттанарда ақ ат кекілін кесіскен қайын жұрты қазаққа жүгініп емес, жүрелеп келеді. Сонда қыз әкесі айтыпты: іштен шыққан шұбар жыланымай, қара жер қабылдамаған екен ғой. Кезінде анаңның кеудесінен итеріп, ділі басқаның бауырына кіргенде, аузымнан шыққан оқыс сөз басыңда үйіріліп қалса қайтейін жарығым. Жалғыз амалы бар оның. Айта көріңіз деп жалынды күйі. Кеудесіне қазандай қара тас басып, қайта жерлейсің. Қарттың жанарынан сабалаған жас, шоқша сақалын бойлап, кәрі кеудесіне сіңіп жатты. Иә, жат жұрттықтың жаны осылай тынышу тапты. Өз құпиясын ішіне бүккен осы молалар атар таңның алауын, батар күннің шапағын жамылып, уақыт желмен жеміріліп, желкілдеген селеуге әлі күнге сыр төгеді. Ең бастысы, аңызға бергісіз осы оқиға зираттар тоғысқаннан кейін де ұзақ жыл қазақ іргесін қабырсыз ақ жаттан бөліп жатыр.